Бүгінгі видеода біз сорпаның адам организміне керемет пайдалы әсері жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай, видеоны соңына дейін көріңіздер. Сүйек сорпасы үлкенге де, кішіге де өте пайдалы. Сүйек сорпасы нағыз дәрумендері, амин қышқылдары, коллагені бар табиғи өнім. Ал сүйектің өзі табиғи коллаген көзі. Әсіресе сұлулық пен саулығын күтіп жүргендер үшін таптырмас көмекші. Сорпаның құрамында кальций, магний, фосфор, яғни адамға қажетті дәрумендердің барлығы қамтылған. Сүйек сорпасы шаштың, тырнақтың саулығына тікелей әсер етеді. Сонымен қатар асқазан ішек жолдарын қалпына келтіріп, ішек ауруларын алдын алады. Буын, аллергия, қан аздық, өт жолы ауруларына да ем. Сүйек сорпасын қалай жасау керек? Сорпаның қайнау ұзақтығы 8 немесе 22-24 сағат. Баяу отта ұзақ қайнату керек. Сонда ғана сүйектің бойындағы керекті элементтер сыртқа шығады. Таңдаған сүйек ірі қара малдың жілігі болса, оны жуып қазанға саласыз. Алдымен қатты отта көбігі шыққанша қайнатасыз. Содан кейін көбігін алып, тағы жарты сағат қайнатып, суын ауыстырасыз. Сөйтіп екінші рет қазанға су толтырып, қатты қайнатып аласыз да, сосын баяу отқа қоясыз. Сорпаға алма сірке суы немесе лимон суын қосуға болады. Егер шамамен 10 литр сорпа қайнатсаңыз, онда 1 лимонды сығып қосасыз. Лимон болмаса, алма сірке суын қосуға болады. Яғни 1 литр сорпаға 1 шай қасық алма сірке суын немесе 1 ас қасық лимон шырынын қосасыз. Бұлар сүйектегі минералдарды сорпаға шығаруға көмектеседі. Сорпаға дәміне қарай тұз қосып, дайын болған кезде аскөк, сәбіз, жуа қосуға болады. Картоп қосуға болмайды. Құрметті достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді жаңа әрі пайдалы видео шығаруға шабыттандырады. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетіңіз. Аман сау болыңыздар.